Қайырлы таң, тағы да әдемі күн келді. Біздерге жылуы мен қуаныш сыйлайтын. Таң шұғыласы шаңырақтарыңызға шаттығын сыйласын. Қолға алған істеріңіз дөңгеленіп, табыстарыңыз берекесімен келіп, бақыт бағымен ілесе берсін. Сіздерге өз ойыммен, ішкі жан дүниеммен бөлісейін деп отырмын. Өзіме ұнаған сөздер, бір жерден оқып қалған әдемі шумақтар болса, дәптер бетіне түрте жүремін. Маған керек болып қалған сөздер тағы да біреуге керек болып қалуы сөзсіз ғой. Бұл видеода үйдің күнделікті жұмысы, күйбең тіршілік. Мен бақыттымын. Әрине сөзсіз бақытты жанмын. Үй жинасам, демек басымызда жылы баспанамыз бар деген сөз. Шүкір. Ойыншықтар шашылады, демек дені сау балапаным бар деген сөз. Шүкір, бала болған соң ойыншықтар шашылу керек деп ойлаймын. Және де 3-4 мезгіл жуылатын ыдыстар. Демек Аллаға сансыз шүкір, 3-4 мезгіл ішетін алдымызда асымыздың, ыстық асымыздың барына шүкір. Әр кез шүкіршілікті айтуды ұмытпау қажет. Алла тағаланың құдіреті шексіз емес пе? Ендеше неге қорқасың? Алла өмірдің ағысын қас қағым сәтте-ақ өзгертіп жібере алады. Бір сәтте мүмкін емес нәрсені болдырып жібере алады. Уайымдама. Алла бір күні жүрегіңдегі арманыңды күтпеген жерден орындайды. Сабырдан кейін тек қуаныш бар. Алла тағала асығып жатқан жоқ. Сен асығып жатсың. Сондықтан сен стресстасың, уайымдасың, шаршап жүрсің. Саған жазылған нәрсе саған келеді. Ешкім тартып алмайды. Стресс пен уайым сенің өміріңді қиындатады. Алланың саған деп жазғаны өзгеге бұйыруы мүмкін емес. Қарапайым тірліктерді жасай білу де бақыт емес пе? Аяқ қолың сау, көзің көреді, құлағың естиді, жұмыс істей аласың, демек сен бақытты жансың. Сенің істей алмаймын, ұнамайды деп жүрген жұмысың біреуге арман екенін біл. Сенің өмірің өз қолыңда. Әрдайым түзу жолда бол. Ақ пен қараны ажырата біл. Аллах тағала сол кезде өзі ақ жолыңды ашып қояды. Аллаға сен. Менің видеом ұнаса, каналыма кіріп, тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыздар. Ең бастысы, әрекет жасап, тырысып жатқанымды Аллах тағала көріп тұр. Алланың өзі жеткілікті, Раббымның өзі жеткілікті. Мағыналы сөздер айттым деп ойлаймын. Жүректен шыққан сөздер әрине жүрекке жетеді деп ойлаймын. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, менің каналыма кіріп, менің видеоларыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.